Wagner шахси арби тешкилатының Сүриеде февральның 7-сінде элек олған 4 аскерінің ады малюм алды. Оларны Facebook'ta Русиялы Conflict Intelligence Team тақиқат группасы білдірді. Екісі Алексей Ладыгин ве Игорь Касатуров группаның малюматына көре әвел Донбасста да женклешкен еділер. Телеф олған Вагнер үжіретчілерінің там сайысы білдірілмей. Русия Мудафа Назирлігі дейкі атешке оғратылған колоннада Русиялелер yok еді. Февральның 7-сінде АБД реберлегіндегі халқара коалиция Америкалы меслиятчылармен бірлікте çalışқан Сүрия демократик күчлерінің мерkezіне япылған уджумға жауап оларақ Башар эль-Асадның тарафдарларынан ибарет колоннаға учақ дарбесini түшірген еді. CNN хаберіне бинайын Америка Бірлешкен Devletlerінің Мудафа Назирлігі векіллері Русия штабыны дарбе аққында хабердар еткен еді ве Русия құветлеріні о райондан шықмаға режа еткен. Өз небетінде Русия темсілжілері оларының арби қысымлары о ерде олмағанларыны айтқан. Фақат ұжымдан соң бағланып, яралыларыны чықармақ үшін атешіні тоқтатмаға режа еткенлер. CNN күрд бөліклерінің реберлігіне атыф етіп білдіреке, Вагнер тешкілатына кірген тахминин 200 рус аскері февральның 7-сінде элек олған. Октябрның 7-сінде Украина телекесізлік қызметінің елбасшысы Василь Грицак Вагнер шахси арби тешкілатының эркянында Донбасста женклешкен ве Қырым истилясында иштирак еткен 2000 үжіретчінің ады малюм олғаныны білдірген еді. Грицактың сөзлеріне көре үжіретчілер Луганск живарында Украин Ил-76 ұжағыны да ұрып түшірген еділер. О вақыт 40 десантчы ве экипаж етінден да 9 кіші элек олған еді. Бұл малюматының мақсус қызметінің ашкар еткені шахси тешкілатының елбасшысы Дмитрий Уткиннің Кремльдегі идарежілерінен япқан қонышмалары таздықламақтадыр. СБУ-ның малюматына көре, шirketінің аскерлері Русия Мудафа Назирлігіне айет эсас мерkezінің базасында идманларыны кечіре.